Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда осы гүлдерімізге кез келген уақытта пайдалануға болатын екі тыңайтқыш туралы айтып көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын мені қолдап каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Көбіне көрермендерім фикус гүлінің жапырақтары түсті деп жатады. Бұл фикус гүлі күтімді қажет етпейді. Тек орнын ауыстырмасаңыздар болды. Осы фикус гүлін жақсы жарық жерге қойып, орнын ауыстырмасаңыздар, әрі қарай жақсы жапырақтарын тастамай өсе беретін болады. Осы гүлдерімізге тыңайтқышын құйып тұрсаңыз, осындай гүлдеріміз жан-жағынан отростка шығарып, жапырақтары жап-жасыл болып өсетін болады. Ендеше гүлдерімізге бірінші тыңайтқышымызды жасап көрсететін боламын. Осындай кез келген ыдысымызға үй жағдайында тұндырылған 1 литр су құйып аламыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Осы суымызға үй жағдайында күнделікті пайдаланып отырған куркумадан 1 қасығын салып араластыратын боламын. Куркума барлық үйде болады деп ойлаймын. Осы біздің гүлдерімізге пайдаланатын куркуманың құрамында фосфор, иод, темір, кальций, В дәрумені, В1, В2, В5 сонымен бірге гүлдерімізге қажетті дәрумендердің бәрі бар десем де болады. Осы 1 литр суымызға 1 қасық салып араластырып, тікелей гүлдерімізге құя берсек те болады. Сіздер де үйлеріңізде жасап қолдансаңыздар болады. Өте оңай тыңайтқыш. Осы тыңайтқышты құя отырып, гүлдеріңіздің жапырақтары жап-жасыл болып өсе келеді. Сонымен бірге тамыр жүйесін жақсы нығайтып отырады. Осы жасаған тыңайтқышымыздың кез келген гүлімізге қолдансақ болады. Ендеше гүлдерімізге екінші тыңайтқышымызды жасап көрсететін боламын. Менің қолымдағы корица. Корица барлық үйде табылады. Осы корицаны тортқа, печеньеға, басқа да заттарға пайдаланамыз ғой. Осы корица гүлдерімізге көмегі өте қажет. Осы ыдысымызға 1 литр су, үй жағдайында тұндырылған жылы су құйып аламыз. Осы корицадан 1 қасық салып араластырып аламыз. Осы корицада көптеген дәрумендер бар. А дәрумені, В1, В2, В4, В5, В6, С, Е және де гүлдерімізге қажетті дәрумендердің бәрі бар десек те болады. Енді осы корицаны жақсылап араластырамыз. Корицаны араластыруға көп уақыт кетеді. Өйткені бұл сумен тез араласпайды. Осы корицамыз гүлдерімізге дәрумендердің бәрін жетістіріп беріп отырады. Біздің гүлдерімізде зиянкестерден қорғайтын болады. Енді осы араластырған корицамызды сүзгі арқылы сүзіп алсақ та болады. Сүзгіміз міндетті түрде тығыз болу керек. Көбіне біз зиянкестерден құтылу үшін Актараны қолданамыз. Актараны көп қолдануға болмайды. Сондықтан үй жағдайында осы корицаны пайдаланып отырып зиянкестерден құтылуға болады. Енді осы араластырған корицамызды, бұл тыңайтқышымызды барлық гүлдерімізге қолдансақ болады. Енді осы тыңайтқышымыздың керегін осындай ыдысқа құйып алып, енді жақсылап араластырып, су шашатын ыдысымызға құятын боламын. Гүлдеріміздің жапырақтарына осы тыңайтқышымызды шашып отыратын болсақ, еш уақытта гүлдерімізге
зиянкестер жоламайтын болады. Бұл тыңайтқышымыз дәрумендерге бай болғандықтан гүлдеріміз жақсы өседі. Сонымен бірге жан-жағынан отросткалар көптеп шығатын болады. Енді осыны су құйғышымызға құйып алып, гүлдеріміздің жапырақтарына шашатын боламыз. Гүлдеріміздің жапырақтары әдемі болып өседі. Сонымен бірге зиянкестерден қорғайды. Осы корицаны Актараның орнына пайдалансақ болады. Осылай гүлдеріміздің жапырақтарына шашып шығатын боламын. Бұл тыңайтқышымызды 15 күнде бір рет шашып тұрсаңыздар, шыбын-шіркей, зиянкестер жоламайды. Осы гүлдерімізге уақытылы тыңайтқышын беріп, зиянкестерден қорғап отырсақ, гүлдеріміз осындай әдемі жайқалып өсетін болады. Енді осы корица ұнтағын тікелей топырағына аз мөлшерде салып, топырағына араластырып қойсаңыздар да болады. Өйткені осы гүлдеріміздің топырағында зиянкестердің личинкалары болмайтын болады. Кез келген гүлдеріміздің топырағына араластырып қойсаңыздар болады. Осы видео барлықтарыңызға пайдалы болып жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі жолы үй жағдайында керемет тыңайтқыштармен бөлісетін боламын.